Биыл жыл басынан бері республика бойынша 51 мың азаматтан банкроттыққа өтініш түскен. Алайда оның 4596-сы ғана мақұлданыпты. Бұған бірнеше себеп бар екен. Бұл туралы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері мәлімдеді. Азаматтар банкроттыққа өтініш жазуда қандай қателіктерді жиі жібереді? Тақырыпты тілші тарқатады. Еліміздегі жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң былтыр наурыздың 3-нен бастап күшіне енген еді. Оған осы уақыт аралығында 124 мыңнан астам қазақстандық құжат тапсырған. Көбі екінші дәрежелі банктерге, микроқаржы ұйымдары мен коллекторларға қарызы барлар. Бірақ жүгінгендердің басым бөлігінің өтінімі қабылданбай кері қайтарылған. Бүгінгі таңға басты қателіктер сол өтінім берердің алдында заңды толық қанды зерттемей қарамай асығыстан беруі, ол жердегі көптеген себептердің бірі аттарында, я болмаса орта иелікте жұбайының атында мүліктердің болуы, тіркеудегі, я болмаса қарыз сомасының мөлшері 1600 айлық есептік көрсеткіштен асып кетуі. Ал Алматыда жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданғалы 10700 адам өтініш беріпті. Оның 1800-і ғана мақұлданса, 7400-і кері қайтарылып, тағы 822-сі департаменттің қарауында жатыр екен. Ал жалпы республика бойынша банкроттыққа өтініш бергендердің саны былтырға қарағанда кеміген. Заң қолданысқа енді дегенде азаматтарымыз жаңағындай осы заңды қолдану критерийларын талдамай, оларға қарамай, барлығы бірдей жаңағындай не бере берді, өтініш бере берді. Және де өзі банкроттықтың тиісті бір салдары бар, сол салдарды да жаңағы біздің азаматтарымыз егжей-тегжейлі түсінбеген болатын былтыр. Айта кетейін, бұл заң күшіне енгелі елде 17 мыңнан астам адам банкрот деп танылған. Олардың 50 миллиард берешегі кешіріліпті. Енді бұл азаматтар 5 жыл өтпейінше қаржы ұйымдарынан несие ала алмайды. Заңда осылай көрсетілген. Ал келесі банкроттыққа 7 жылдан кейін ғана шыға алады. Бірақ олардың қаржылық жағдайы 36 ай бақылауда болады. Гүлмарал Изатқызы, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы.